Намаз оқымайтын адамға ораза ұстауына бола ма? Жалпы ораза жеке дара құлшылық. Намаз оқымаған адам да ұстай алады. Намаз оқымайтын кісі ораза арқылы дінге бір табан жақындап, келер жылдары намазға жығылуы әбден мүмкін. Ораза ұстаған кісіге оразаң қабыл болсын деп демеу беріп, мұсылманшылыққа даналықпен шақыру саналы әрбір мұсылманның міндеті. Ораза ұстау үшін намаз оқу міндетті шарт емес, сондықтан намаз оқымайтын адамның да оразасы да қабыл болмайды деу қате сенім. Кімге ораза тұтпауға рұқсат? Алыс жолға шыққан жолаушыға ораза ұстаса ауруы асқынып кететінін, науқасқа Рамазан айында ораза тұтпаса болады, бірақ кейін қазасын өтейді. Ораза көп зиян тигізбейтін жолаушыға ораза тұту абзал. Жолаушы еліне қайтса немесе науқас айықса, оразаларының қазасын тұтуға тиіс. Екі қабат әйел мен емізулі баласы бар әйелдер өздерінің балаларының денсаулығы үшін қауіптенсе, ораза ұстамауына болады, бірақ кейін қазасын өтеу парыз.